өз мүмкіндігінен әлде қайда асып түсіп, ерлік көрсеткен батыл үй жануарларынан бастап, бір әйелді кит соққылағаннан кейін болған таңғаларлық оқиғаға дейін, адам өмірін сақтап қалған нағыз қаһарман жануарлармен танысайық. Армысыздар достар, Рина Нью арнасына жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Ендеше кеттік. Итін серуендетіп жүрген бұл әйел алда қандай ақылға сыймайтын қауіп күтіп тұрғанын мүлде бейхабар еді. Ол әлі көріп тұрған жоқ, әйел де байқамады. Бірақ бақытына қарай, оның кішкентай иті бәрін сезді. Вау, бұл нағыз қауіпті сәт еді. Үлкен көлік толықтай басқарудан шығып кетті. Егер анасының кішкентай қаһарманы иіскелеу үшін тоқтап, жіпті тартпағанда, екеуі де оң аяқ тапталып кетуі мүмкін еді. Қорқынышты жағдай, бұлай қарап тұрсаң. Кейде иттер қаһарман, ал кейде бәле. Ал 6 жасар балаға қатысты бұл қауіпті оқиғада олар екеуі де болды. Байқадыңыз ба? Батыр ит баланы жерге жатқызып, үстінен қалқалап қорғап тұрды. Бұл өте жақсы үйретілген күзет иті. Көршісіндегі жынды иттен мүлде бөлек. Әлем өте қорқынышты болуы мүмкін. Мұны мына жас бала көліктің қасына тоқтаған сәтінде түсінді. Жүргізушінің жаман ниеті қандай болса да, оны күтпеген қаһарман тоқтатты. Адамның ең жақын досының көмегінсіз бұл жағдай әлде қайда жаман аяқталуы мүмкін еді. Тайландтағы бір дүкеннің сыртында жергілікті бір тентек ит кішкентай қызбен дым дөрекі ойнай бастады. Қыз қашып құтылмақ болды, бірақ оған көмек керек еді. Ана мысықтың өзі туралы қатты мақтанатынына бәс тігемін. Ал менің мысығым болса, мені талап жатқанын жай барақат қарап отырар еді деп ойлаймын. Табиғатта кейбір сәттерде тірі қалу сені жегісі келіп тұрған нәрсені қорқыта алуыңа ғана байланысты. Ал егер ол нағыз гризли аю болса ше, мына пиренейлік алып ит сияқты нағыз батылдық керек. Ол отбасын қорғау үшін бәрін тәуекелге тікті. Орнынан қозғалмай, бар күшімен үріп, батыл ит жабайы аюды бұталардың арасына қашуға мәжбүр етті. Иесіне бұрылып қарағандағы мына жымиысты қарасаңызшы. Жақсы істедің бе қожайын? Иә, сен керемет істедің досым. Бұл бүгін бірнеше адамның өмірін сақтап қалған болуы мүмкін. Алғаш қарағанда бәрі қалыпты сияқты, иә. Бірақ мәселе мынада, бұл үй оған тиесілі емес. Бұл адам үйге заңсыз кірген ұры. Ол ашық тұрған есіктен еш қысылмай кіріп, бірдеңеден күдіктенбесін деп допты сипап өтеді. Сосын үйдің ішіне тереңірек өтеді. Не үшін екені белгісіз. Жоспары сәтті бола жаздайды. Бірақ үй иесімен бетпе-бет келген қорқынышты сәтке дейін ғана. Иесінің реакциясын көрген ит бірден бірдеңенің дұрыс емес екенін түсініп, ұрыны үйден қуып шығады. Кейін ол адам ұсталып, ұрлығы үшін сотталды. Ал енді теңіздің қорқынышына үңілейік. Мұнда кит биологы Нанхаузер мен салмағы 25 тонна болатын өркешті киттің арасындағы жүрек тоқтатарлық кездесу көрсетілген. Әдетте киттер адамдарға шабуыл жасамайды. Бірақ бұл кит ережеден тыс сияқты. Ғалымды қайта-қайта итеріп аударып тастайды. Қатты қорыққаннан не істерін білмеді. Ол киттің неге шабуыл жасап жатқанын түсіне алмады. Сосын ол бір нәрсені байқайды. Дәл солай, жақын маңда қауіпті жолбарыс акуласы торуылдап жүрген еді. Кит оған шабуылдамаған. Керісінше, оны қайыққа қарай итеріп жатқан болатын. Өркешті киттің арқасында Нан мен оның командасы акула жетпей тұрып, қайыққа аман есен мініп үлгерді. Бірақ алтриуст кит қоштасуды ұмытпады. Кешір, мен де сені жақсы көремін. Нан ондаған жыл бойы киттерді зерттеп, қорғап келді. Енді бір кит оның жақсылығын қайтарды. Жануарлармен, әсіресе ірілермен жұмыс істеудің қауіпті жағы, олар өз күшін сезінбей қалуы мүмкін. Келесі видеодағы ірі жануар жай ғана ойнап жүрген болар. Бірақ ол әйелді қыса бастағанда жағдай күрт-күрделене түсті. Ол қайта тыныс ала алды. Бәрі мына әдемі мистер өрімнің арқасы. Ал мына бала тікелей үлкен қауіпке еңбектеп бара жатыр. Экранның төменгі жағында көзге көрінбей тұрған баспалдақ. Келесі сәт сіздің аузыңызды ашық қалдыруы мүмкін. Бұндайды бұрын көрдіңіз бе? Найзағайдай жылдам әрекет еткен ақылды мысық баланың үлкен қауіпке жақындап қалғанын сезгендей, бірден іске кірісті. Немесе мысық дәл сол сәтте жай ғана сәтті келген жындану ұстамасына түскен шығар. Мысықтың әрекеті не үшін болды деп ойлайтыныңызды пікірде жазыңыз. Енді қайтадан аюларға оралайық. Ой, кешіріңіз, бұл басқа видео екен. Қалай болғанда да аулаңызға шығып осындай нәрсені көрсеңіз, кез келген адамның жүрегі су етер еді. Бірақ үй иесі сыртқа шығып үлгермей жатып ақ, мұқият тыңдасаңыз, біреудің күзетте тұрғанын естисіз. Ал аю
Құстарға арналған жемге қызыққанда, батыл бульдогтар кіреберістің қоршауын бұзып өтіп, қауіпті текетіресті бастайды. Вау, бұл батылдық ба, әлде ақмақтық ба, білмеймін, бірақ нәтиже берді. Аюдың бірнеше иттен жеңілуі мүмкін, ал бір ғана үй мысығына қарсы аю ше. Бұл жолы мысық тірі қалмайтын шығар я. Ендеше, иесін қорғау үшін бәріне дайын болған бір мысықпен не болғанын көрейік. Ана мысықтың аюды аңдығанын көрсең, тышқан қуып жүргенде әсер қалдырады. Нағыз батыр. Сарғылт мысық иесіне қарай артына да қарамай, паң басып қайтып барады. Бірақ бәрі мұнымен бітпеді. Аю екінші тынысын ашып, қайтадан төменге түсті. Ал ары қарай не болғанын көріңіз. Ей аю, бірінші реттен сабақ алмадың ба? Саған бұл сабақты тағы неше рет үйрету керек. Қартайғансың ғой. Мынаны қараңыз. Бұл иттен бір түрлі нәрсе байқап тұрсыз ба? Дұрыс, оның тұмсығының жоғарғы бөлігі мүлде жоқ. Бұл кабанг, және оның оқиғасы бірдей дәрежеде қорқынышты да, жүрек жылытатын да. 2011 жылы Филиппинде екі қыз жолдан өтіп бара жатқанда, оларға қарай мотоцикл қатты жылдамдықпен келе жатады. Кабанг мотоциклдің алдына секіріп шығып, соққыны өзіне қабылдайды да, екі қыздың өмірін сақтап қалады. Таңғаларлығы, кабангтың өзі де тірі қалады. Бірақ оған күрделі операциялар жасалып, тұмсығынан айырылды. Ол ауылынан нағыз қаһарман болып оралды, және мұрнынан айырылғаны оны еш тоқтатқандай емес. Дәл солай. 1996 жылы Брукфилд зоопаркінде болған оқиғадай қорқынышты жағдайлар өмірде сирек кездеседі. 3 жасар бала горилла орларына құлап кетеді. 20 футтан астам биіктіктен құлап, есінен танып қалған бала табиғаттағы ең қуатты жануарлардың бірінің алдында қорғансыз қалады. Бірақ әрі қарай не болғанын ешкім болжай алмады. Бенти Жуа атты ұрғашы горилла баланы құшағына алып, кейін қызметтік есікке апарып, оны зоопарк қызметкерлеріне тапсырады. Бантидің таңғаларлық мейірімділігі болмағанда, бұл жағдай әлде қайда жаман аяқталуы мүмкін еді. Тек бала үшін емес, Бентидің өзі үшін де. Харембемен не болғанын бәріміз білеміз ғой. Абырой болғанда, Бенти Жуа әлі тірі, аман сау. Қазір тіпті әже гориллада болған шығар. Қазір көретін видеода кішкентай бала үй ауласынан шығып кетіп, жағдай күрт өзгереді. Жарайсың ит. Неміс овчаркасына ата-ана тәрбиесін алу сәл уайымдатарлық әрине. Әкесі енді жабайы сиырлардың жанында сәл мұқият жүретін шығар. 1986 жылы отбасымен демалыста жүрген бір бала Нью-Джерсидегі Дюрел жабайы табиғат паркінде горилла қоршауына құлап, есінен танып қалады. Брукфилд зоопаркіндегі оқиғадан айырмашылығы, бұл жолы бала ұрғашы горилланың емес, Джамбо есімді еркек күміс арқалы горилланың аумағына түседі. Күміс арқалы гориллалар 180 келіден асады, және шамамен 900 келі салмақты көтере алады. Сондықтан Джамбо жақындаған сәтте бәрі қатты алаңдады. Бірақ керемет жағдай болды. Джамбо балаға зиян тигізбеді. Керісінше, басқа маймылдар жақындамасын деп оны қорғап тұрды. Тіпті Джамбо жарақат алған баланың арқасынан сипап жұбатқандай болды. Ақырында көмек келіп, аңызға айналған Джамбо баланы құтқаруға мүмкіндік берді. Ал бала толықтай сауығып кетті. Ал қазір қаздармен қалжыңдасуға болмайтынын көресіздер. Сонымен қатар иттердің бар екеніне неге шүкір етуіміз керегінде түсінесіз. Қарғыс атсын, ана қаз берілуге мүлде дайын емес екен. Бақытына қарай, оны басын жұлып алмай, тек ұстап тұрған өте сабырлы күзет иті кездесті. Ол бұл төбелестен барлық қауырсындары орнында қалып шыққанына қуануы керек. Ал достар, бүгінгі бейнеміз осымен аяқталды. Осындай қызықты видеоларды жіберіп алмау үшін каналға міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Көргендеріңізге көптен көп рахмет.